Қайырлы күн, қалайсыз? Сіздерге бүгінгі біздің бірінші сабағымыз қалай өтті? Сабақты түсіндіңіздер ме? Үй жұмысынан қанша есебіңіз дұрыс болды? Төменге пікірге қалдыңыз. Ал енді бірінші есеп. 8 санының барлық бөлгіштерінің көбейтіндісін табыңыз. Алдымен 8 деген сан қандай сандарға бөлінеді, соны жазып шығайық. Кез келген сан 1-ге бөлінеді. 1. 8 ол жұп сан, ал жұп сан ол 2-ге бөлінеді. 2. Келесі сан 8-ді 2-ге бөлсең 4 шығады. Яғни 8 4-ке де бөлінеді. Келесі сан 8 ол өз-өзіне бөлінеді. Жалпы 8 деген санның осындай тек қана 4 бөлгіші бар. Бұдан артық сандарға бөлінбейді. Енді сұраққа назар аударсақ, барлық бөлгіштерінің көбейтіндісін табыңыз дейді. Міне осыларды таптық, енді бұларды өз-өзіне көбейтеміз. 1-ді 2-ге, оны 4-ге, оны 8-ге көбейтеміз. Қараңыз, 2-ні 4-ге көбейтсек 8 болады. 8-ді 8-ге көбейтсек 64 болады. Енді 1-ді 64-ге көбейтсек 64-тің өзі шығады. Сонда 8 деген санның барлық бөлгіштерінің көбейтіндісі 64-ке тең екен. Ал бұл бізде С жауабында орналасқан. Екінші есеп, 6-ға еселі санын табыңыз. 6-ға еселі сан дегеніміз, яғни 6-ға бөлінетін сан, қалдықсыз бөлінетін санды қалдыр. Мына жерлерде нұсқалар берілген. Енді қараңыз, жеке бөліп шықсақ табамыз, олай болады. Бірақ біз тестте отырған кезде уақыт тығыз болады, сондықтан тез шығарып жүрміз. Сондықтан біз қазірден, бүгіннен бастап тез шығару жолын үйрене бастаймыз. Бірінші біз 6-ның сан 6-ға бөлінуші қандай қасиеттері бар? Соған назар аударайық. Сан 3-ке бөліну керек, бірінші шарты. Екінші шарты ол 2-ге бөліну керек. Ал сан 2-ге бөліну үшін істейді, яғни ол жұп сан болу керек. Жұп сан дегеніміз, яғни 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар. Бірінші, бұл сан 2-ге бөлінетін анықтау үшін мына жауаптардың ішінен соңғы цифрына назар аударамыз. Соңғы цифры жұп сан болса, онда ол сан 2-ге бөлінеді. 143. 3 тақ сан. Бұл жауап емес, яғни. Бұл сан 2-ге бөлінбегендіктен, бұл сан 6-ға да бөлінбейді. 47. 7 тақ сан. Сол себепті бұл да 6-ға бөлінбейді. Яғни бұл 2-ге бөлініп тұр, сәйкесінше 6-ға да бөлінбейді. 58 жұп сан, 144 жұп сан, енді бұл 2-ге бөлінуі мүмкін. 479 9 тақ сан. Тақ сан болғандықтан кейін бұл 2-ге бөлінбейді, 2-ге бөлінбесе 6-ға да бөлінбейді. Яғни біз тест қараған кезде осы 3 жауапты сызып. Бұларды 6-ға бөлудің қажеті жоқ. Енді екінші шарт, бұл сандар 2-де 2-ге бөлініп тұр ғой, міне. Бірінші шартты қанағаттандырып тұр. Енді бұлар 3-ке де бөлінеді. Ал 3-ке бөліну үшін істейді, жеке бөлмейміз. Біз бұл сандардың цифрларын қосамыз, және шыққан санды 3-ке бөліп көреміз. Егер 3-ке қалдықсыз бөлінсе, онда бұл сан 3-ке бөлінеді. А егер қалдықсыз бөлінбесе, онда бұл сан 3-ке бөлінбейді. Енді қараңыз, 5-ке 8 қосайық. 13, 1-ге 4-ті және оған 4-ті қосайық. 1-ге 4 5, 5-ге 4 9. Енді осы 2 санды жеке 3-ке бөлеміз. 13 3-ке бөлгенде қалдық шығады, яғни 12-ні 3-ке бөлсек 4, 1 қалдық. Қалдықпен шыққандықтан бұл сан 6-ға бөлінбейді. Енді 9 3-ке бөлінеді. Сәйкесінше бұл сан 6-ға да бөлінеді. Енді цифраға қосыңыз 9 бөлініп тұрғандықтан біз Д жауабын таңдаймыз. Енді тексеріп, сонда да 6-ға бөліп көрейік. 2-ден береміз 12. 4-тен 2 азайтамыз 2, 1-ден 1 азайтамыз 0, 4 түседі. 4-тен береміз 4 6-ға бөлсек 24. 24 түсіп 0 қалады. Сонда 134 деген санды 6-ға бөлсек 24 шығады. Яғни осы жауап 6-ға бөлінетін сан болып келеді. Бұл ең тиімді шығару жолы. Осылай шығарып жаттыға береміз. Үшінші есеп 372, мына арада жұлдызша бар. Осы жерге бір санды қоямыз жауаптардан. Сол кезде бұл сан 4-ке бөліну керек. Сұрақ қай санды таңдаймыз? Енді қараңыз. Бұл жерде назар аударатын сан соңғы 2 санға назар аударамыз. Оның алдындағы санға маңызы жоқ. Егер соңғы 2 сан 4-ке бөлінсе, бұл сан тұтастай 4-ке бөлінеді. Ол үшін істейміз, жеке жауаптарды тексереміз. Бірінші жауап 21. 21 4-ке қалдықсыз бөлінбейді. Яғни бұл жерде бөлгенде белгілі бір қалдықтар қалады. Сондықтан А жауабын ала алмаймыз. Келесі 28. 28 4-ке бөлсек 7 бүтін шығады. Яғни қалдықсыз бөлінді, сәйкесінше дұрыс жауабы Б болады. Енді басқа жауаптарды тексере салайық. 25 қалдықсыз бөлінбейді. 23
Ол да қалдықсыз бөлінбейді. Қалдық қалып 26. Ол кезде де 2 қалдық қалды. Бұл да қалдықсыз бөлінеді. Және бұл жердегі 8 деген санды алсақ қана 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Сонда бұл жерде 3728 деген санымыз 4-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Осы шарттар орында белгілеп кетсеңіз болады. Бұны тексеру қажет емес. Бірақ сонда да біз көзімізді жеткізу үшін тексерейік. 9-дан береміз 36, 1 түседі, 2 түседі, 3-тен береміз 12, 0, 8 түседі, 2-ден береміз 8, 0. Яғни 3728 деген санды 4-ке бөлсек, 932 деген сан қалдықсыз шығады екен. Ал қалған сандарды қойсақ, есебі шықпай қалады. Сонымен дұрыс жауап Б болады. 4-ші есеп 75m өрнегі бөлінбейтіндей. Мына жерде қай санды танысақ болады? Бұл жерде назар аударатын сөз өрнек. Өрнек деген бұл 2 санның көбейтіндісі, немесе 2 әріптің әріппес санның көбейтіндісі. Және мына жерде көрінбей тұрған көбейту деп белгісі бар. Сондықтан қараңыз, 75 көбейтілген қандай да бір сан не істеу керек? 9-ға қалдықпен бөлу керек дейді. Енді қараңыз, бірінші мына екеуін қысқартады, екеуі қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады, 75 3-ке бөлсек 25 болады. Енді мына жерге бір сан аламыз. Ол сан 3-ке бөлінсе, онда бұл өрнек 9-ға қалдықсыз бөлініп тұр. Егер мына жерге алған санымыз 3-ке бөлінбей қалса, онда бұл сан қалдықпен бөлініп тұр. Яғни бізге керек жауап сол. Енді істейміз. Мына жауаптардың барлығын 3-ке бөліне ме, соны тексерейік. Егер 3-ке бөлінген жауаптарды сызып ол бізге керек емес. 36 3-ке бөлінемін. Ол үшін 3 пен 6-ны қосамыз 9. 9 3-ке бөлінеді. Бұл жауап бізге керек емес. 45 4-ті 5-ке қосамыз 9. 9 3-ке бөлінеді. Бұл жауапты керек емес. 54 5-ке 4-ті қосамыз 9. 9 3-ке бөлінеді. Бұл жауапты керек емес. 3-ке 4-ті қосамыз 7. 2-ке 7-ні қосамыз 9. 9 3-ке бөлінеді. Бұл жауап керек емес. Ал мына 7 бөлінбейді. Сәйкесінше мына 34 ол 3-ке бөлінбейді. Сондықтан мына жердегі жауап ол 34 болар. Яғни 25-ті 3-ке бөлінбейді, 34 3-ке бөлінеді. Осыдан шығады қорытынды. Мына 2 санның көбейтіндісі 3-ке бөлінген кезде белгілі бір қалдық қалады. Бізге сұрап тұрған сол қалдықпен бөлінетін санды табу керек. Ол бізде Д жауабы. 5-ші есеп. Бұл енді нағыз ништің есебі. Ништа осы есеп болады. Және ол 5-ші класстың тақырыбы. Біздер көбіне 6-ші класс көп күш салып жібереді, 5-ті ұмытып кетеді. Бірақ біз ұмытпаймыз. Себебі біз жылда дайындығын және білеміз осы есептен көп келетін. Оған өте қатты назар аударыңыз. Жақсы ма? Сізде бұл есеп дұрыс болды ма? Бізге пікір қалдырыңыз. Бірінші қарайық. N деген санды 3-ке бөлсек 2 қалдық шығады дейді. Енді төменде мына берілген сандардың қайсысы 6-ға қалдықсыз бөледі, соны табу керек. Түсініксіз бір қараңыз. Енді біз бітеміз. N-нің орнына неше түрлі сандар бердік. Мысалы 3-ті берсек, 3-ті 3-ке бөлсек 1 бүтін шығады, ешқандай қалдық болмайды. Енді 3 N-тен 3 деген жауапты ала алмаймыз. Келесі, N-нің орнына 4-ті берсек, 4-ті 3-ке бөлсек 1 бүтін, және 1 қалдық қалады. Ал бізде 2 қалдық қалыр. 4-ті де ала алмаймыз. Енді біз N-нің орнына 5-ті алайық. 5-ті 3-ке бөлсек 1-ден береміз, 3 азайтамыз, 2 қалдық қалады. Яғни бізде шарт орындалып тұр. 2 қалдық қалып тұр. Сонда біз N-нің орнына нешені қоя аламыз? N-нің орнына 5-ті қоя аламыз. Енді біз мына сандардың барлығына N деген сөз орнына 5-ті қойып шығарып шығарық. 3 көбейту 5 қосу 2. Не болады? 3-ті 5-ке өтсек 15, оған 2-ні қоссақ 17 болады. 2 көбейту 5 қосу 2. 2-ні 5-ке өтсек 10, оған 2-ні қоссақ 12 болады. 4 көбейту 5 20. 20-дан 3 қоссақ 17 болады. 2 көбейту 5 10, оған 3 қоссақ 13 болады. 2 көбейту 5 10, одан 2-ні қоссақ 8 болады. Осындай сандар шықты. Енді осылардың қайсысы 6-ға қалдықсыз бөлінеді, соны аламыз. 17 6-ға бөлінбейді. 17 6-ға бөлінбейді. 13 6-ға бөлінбейді. 8 6-ға бөлгенде қалдық қалады. Яғни олар бөлінеді. 6-ға қалдықсыз бөлінетін сан ол жай 12. Яғни 12-ні 6-ға бөлсек, теңде 2 бүтін шығады. Яғни мына жауаптардың ішінде 6-ға қалдықсыз бөлінеді қашан? Б деген жауапты таңдаған кезде. Бұны басқа сандармен тексерсеңіз де осылай шыға береді. Мысалы келесі санды алайық. Қандай сан алсақ болады? N орнына 6-ны алсақ, 6-ны 3-ке бөлсең 2 бүтін шығады. N орнына 7-ні алсаң, 7-ні 3-ке бөлсең
2 1 қалдық шығады. Бізге 1 қалдық емес 2 қалдық болды. N орнына 8 алып көрейік. Яғни 8 3-ке бөлесіз. 2-ден бересіз 6 азайтасыз, 8-ден 6 азайтсаңыз 2 қалдық. Яғни 8 деген санды алып тексерсек болады. Қараңыз. 3-ті 8-ге өтсек 24, оған 2-ні қоссақ 26. 26 ол бізде 6-ға бөлінбейді. 2-ні 8-ге өтсек 16, оған 2-ні қоссақ 18. Ал 18 6-ға қалдықсыз бөлінеді. Яғни мына жауап тағы дұрыс болды. Мына жерге тексеріп көрейік. 4 8-ге өтсек 32, 32-ден 3 азайтсақ 29. 29 6-ға қалдықпен бөлінеді. 2-ні 8-ге өтсек 16, оған 3 қоссақ 19. 19-да 6-ға қалдықсыз бөлінбейді. Келесі сан 2-ні 8-ге өтсек 16, одан 2-ні азайтсақ 14. 14-те 6-ға қалдықсыз бөлінбейді. Яғни сіз n орнына дұрыс сан таба алсаңыз, b жауабы всегда шыға береді. Яғни мына жерде 5-ті қойғанда 12 шықты, 8-ді қойғанда 18 шықты. Сәйкесінше дұрыс жауабы b болады. Міне осындай қызық есеп. Түсініп алдыңыздар ма? Мына есепті бірнеше қайтара қарай беріңіз. Себебі бұл өте керек есеп бізге. 360 санын жай көпіршіктер дегенде пайда болған тақ сандардың қосындысын табыңыз. Біз 360 деген санды жай көпіршіктер жіктейік. Жай көпіршіктер жіктеуі қалай болады? Сызықты саламыз, мына жақтарға бөліп отырамыз. Жай көпіршіктерге, жай сандарға. Ең бірінші кез келген сан, егер жұп сан болса, 2-ге бөле береміз. Бөлінбегенше 360-ды 2-ге бөлсек 180. 180-ді 2-ге бөлсек 90. 90-ды 2-ге бөлсек 45. Енді 45 тақсан. Тақсан боласында бұл 2-ге бөлінбейді. Енді бұл сан 3-ке бөлінемі қараймыз. 4-ке 5 тұрсақ 9, 9 3-ке бөлінеді. Сәйкесінше бұл сан да 3-ке бөлінеді. 45 3-ке бөлеміз 15, 15 3-ке бөлеміз 5, 5-ті 5-ке бөлеміз 1. Яғни 360 деген санның жай көпіршіктері міне 2, 2, 2, 3, 3, 5 деген сандардан құралған. Бізге айтады, осы сандардың ішінен тақ сандардың қосындысын табыңыз. Яғни тақ сан ол қайсысы? Яғни 2-ге бөлгенде қалдық қалатын сандар. Ол бізде 3, 3 және 5. Енді осы 3 санның қосындысын табамыз. 3-ке 3 қоссақ 6, 6-ға 5 қоссақ 11 болады. Ал 11 бізде Е жауабында көрсетілген. 7-ші есеп 814 жұлдызша бөлінген 5. Бұл жұлдызшаның орнында қандай сан тұру керек? Сан 5-ке қалдықсыз бөліну үшін. Енді қараңыз балалар, 5-ке бөліну үшін қандай шарт болу керек? Бізде 2 шарт болу керек. Яғни соңғы саны 0-ге немесе 5-ке аяқтау керек. Ол үшін біз мына жұлдызшаның орнына мына жақта берілген сандар ішінен 0 мен 5 іздейміз. 3, 4, 8, 0, 7, 0 ол D жауабында орналасқан. Сондықтан бұл есептің жауабы D болады. Яғни бізде 8140 деген сан болған кезде ол 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Екінші шарты 8145. Бұл да 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Яғни 0 болса және 5 болса. Бізде бұл қатарларда 5 жоқ, сондықтан біз 0 барды таңдадық. Кейде сізде 0 болмай қалса, онда 5 деген санды іздейсіз. Өте оп-оңай есеп. Мынаны бөліп тексеруге болады негізі, бірақ тест үстінде тексермесеңіз де болады. Ал біз тексере берейік. Нешеден береміз? 1-ден береміз, 5. 8-ден 5 етсек 3, 1 түсет, 6-дан береміз, 30. 1 түсет, 4 түсет, 2-ден береміз, 10. 4 түсет, 0 түсет. 8-ден береміз, 40. 0-ға. Сонда 8140 деген санды 5-ке бөлсек, 1628 деген сан қалдықсыз шығады. Қараңыз, егер сіз бұл заңдылықты білмеген болсаңыз, бірақ негізі біз сізге үйреттік сабақтың үстінде. Онда қараңыз, әр санды жеке-жеке қойып шығаратын едіңіз, бұл сіздің барлық уақытыңызды алады. Сіз 8143-ті бөлесіз, 8144-ті бөлесіз, 8148-ді, 8147-ті. Осы 4 санды бөлесіз, қалдық шыға береді. Сонында D-ға келген кезде ғана шықпай қалады. Сол біздің дұрыс жауап болады. Бірақ ол методикалармен шығарып отырса, егер олай үйренбеген болса, сіздің қасыңызда бәсекелесіңіз. Онда ол көп уақытын жол жұмсап қояды. Сіз мына білгендіктен бірнеше минуттарыңызды үнемдейсіз және көбірек есеп шығаруға болады. 8-ші есеп 24 санының барлық бөлгіштерінің қосындысын табыңыз. Бірінші 24 қандай сандарға бөлінеді? Соның барлығын жазып шығайық. 24 1-ге, яғни кез келген сан 1-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Бұл себебі жұп сан. 24 бізде 3-ге бөлінеді,
4'e bölünеді. 4'e бөлсек 6 шығады, 3'e бөлсек 8 шығады, 2'e бөлсек 12 шығады, 1'e бөлсек 24 шығады. Яғни 24 деген санның міне барлық бөлгіштерін жазып шықтық. Ең кішісі ол 1, ең үлкені ол өзі 24. Енді біз бұл сандардың қосындысын табу керекпіз. 1'e 2 қоссақ 3, 3'ке 3 қоссақ 6, 6'ға 4 қоссақ 10. Дұрыс па? 8'ге 12'ni қоссақ 20, 6'ға 24 қоссақ 30. Енді қалған осы 3 санды қоссақ 10'ға 20, оған 30-ды. 10'ға 20 30 болады, 30'ға 30 60 болады. Ал 60 бізде Е жауабында көрсетілген. Дұрыс жауап Е болады. Бізде кейбір балалар нені ұмытып кетеді? Классикалық қате. 1-ді ұмытып кетеді. Я 24-ті ұмытып кетеді. Бірақ 1-ді 24-те 24-тің бөлгіштері болып есептеледі. Сондықтан бұған мұқият болыңыз. 9-шы есеп. 14-ке еселік болатын, бірақ 28-ге еселік болмайтын қанша 2 таңбалы сан бар. Бірінші біз 14-ке бөлінетін сандар жазамыз. 14-ке еселік деп тұр ғой. Қандай сандар 14-ке бөлінеді? 14. Яғни бұл сандарға тек 14 қоса береміз. 14-ке 14 28, 28-ге 14 42, 42-ге 14 56, 56-ға 14 70, 70-ке 14 84, 84-ке 14 98. 98-ге 14 қоссаңыз, ол бізде уже 3 таңбалы сан болып кетеді. Сондықтан оны алмаймыз. Енді міне тауып алдық. Барлығы қаншасы 7 сан екен. Енді осының ішінде 28 еселік болмайтындар деді. Сондықтан біз 28 еселік болатындарды сызып тастаймыз. 28-ге бөлетін келесі сан табу үшін 28-ге 28 қосамыз. Ол 56. Келесі сан табу үшін 56-ға 28 қосамыз. Ол 84. Сонымен бітті. Яғни бізде 14-ке бөлінетін, бірақ 28-ге бөлінбейтін қанша сан бар екен? Санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4. Яғни 4 сан бар екен. Ал 4 бізде С жауабында орналасқан. Бұнда есептер бізде көптеп кездеседі. 12-ге бөлінетін, бірақ 24-ке бөлінбейтін, 13-ке бөлінетін, бірақ 26-ға бөлінбейтін, 9-ға бөлінетін, бірақ 18-ге бөлінбейтін сияқты. Сіз мына шығару жолын үйрене алсаңыз, болды, нешті оп-оңай шығаратын боласыз. 10-шы сұрақ. 32 санның неше бөлгіші бар? Шығарып шығамыз. 32 кез келген сан 1-ге бөлінетін. Бұл жұп сан болады, 2-ге бөлінеді. Бұл бізде 4-ке де бөлінеді. Біз 4-ке бөлсек ол 8 болады. 2-ке бөлсек 16 болады. Ал 1-ге бөлсек 32 болады. Сонда бізде 32 деген санымыз барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6 санға бөлінеді екен. Ал 6 бізде Б жауабында орналасқан. 513 жұлдызша бөлінген 6. Бұл сан бізде 6-ға қалдықсыз бөліну керек. Ол үшін жұлдызшаның орнына қай санды қоямыз? 6-ға бөліну үшін бізде қандай 2 шарт орындау? Біріншісі ол сан 3-ке бөлінеді, екіншісі ол сан 2-ке бөлінеді. Ал 2-ке бөліну үшін бізде жұп сан болу керек, бұл санымыз. Ал жұп сан болу үшін істейді, соңғы сандары жұп сан болу керек. Соңғы сандар, яғни 0, 2, 4, 6, 8 деген сандар аяқталса, жұп сан дегенді білдіреді. Енді біз мына жерден соңғы саны 0, 2, 4, 6, 8 деген жауаптарды іздейміз. 3 ол қатарға кірмейді, 5 ол қатарға кірмейді, 7 ол қатарға кірмейді. Яғни 4 пен 6 ғана кіреді. Осы 2 санды тексеру керекпіз. Ол үшін істейміз. 513 4, 513 6 деп қойықты. Бұл сандардың цифрлардың қосындысын табамыз. Себебі санның 3-ке бөлінбейтін табу үшін цифрларын 3-ке бөлсек жеткілікті. Қалдықсыз бөлінсе, яғни бұл сан толығымен 3-ке бөлінеді. 5-ке 1 қоссақ 6, 6-ға 3 қоссақ 9, 9-ға 4 қоссақ 13. 5-ке 1 қоссақ 6, 6-ға 3 қоссақ 9, 9-ға 6 қоссақ 15. Енді қай сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді? Әрине 15. Бұл сан бөлінбейді. Яғни 6 деген жауапты қойған кезде біз 5136 деген санымыз 6-ға қалдықсыз бөлінеді екен. 6 деген жауап бізде С-да орналасқан. Сәйкесінше дұрыс жауабы С болады. Енді бөліп тексеріп көрейік. Бірінші 8-ден береміз. 48. 51-ден 48 ыстық 3 қалады. Мына жерде 3 түседі. 5-ден береміз. 5-ті 6 түседі. 30. Мынадан 3 түседі. 6 түседі. Енді 6-дан береміз. 6-дан 6 өтсек 36.
азайтсақ 0 қалдық. Яғни 5136 деген санды 6-ға бөлсек, біз 856 деген санды алады екенбіз. Ал бұл заңдылықтар білмесек, бұл заңдылықтар білмейтін балдар қалай шығарады? Орнына 3-ті қойып тексереді, 4-ті қойып, 5-ті қойып, 7-ні қойып. Ал сіз бұны білгендіктен тез тексере алыңыз. Осылай үйрене беріңіз. 12-ші есеп, 18 еселі ең кіші 3 таңбалы саннан 14 еселі ең кіші 2 таңбалы санды 4 рет азайтыңыз. Енді біз бітейік 18-ге еселі ең кіші 3 таңбалы санды қояйық. Мысалы 18-ді нешеге көйтсек болады? Мысалы 18-ді 5-ге көйтінші. Қанша болады? 90 болады. Бірақ 90 ол 2 таңбалы сан. Бізге 3 таңба қойдық. Сонда біз 18-ді 6-ға көйтейік. 6-ны 8-ге көйтсек 48, 4-ін жазам. Яғни ойда. 6-ны 1-ге көйтсек 6, оған 4 қосақ 10. 108. Яғни ең кіші 3 таңбалы сан 18-ге бөлінеді. Ол 108. Яғни 3 таңбалы бұл не? 1, 2, 3 сан орналасқан. Біз 10 тауып алдық. Енді 14-ке еселі болатын ең кіші 2 таңбалы сан бұл 14-тің өзі. Ең кіші сан ол 14-ке бөлінеді. 28 бар, бірақ ол 14-тен үлкен. Осыны тауып алдық. Енді айтады, мына 108-ден дейді. Осы 14-ті 4 рет азайтыңызшы дейді. Тұрса, 1 рет азайтамыз. 4, 94. 2 рет азайтамыз. 0, 8. 3 рет азайтамыз. 6 қалып, 7 оқып қалып. 7-тен бұрсақ 6. Және 4-ші рет азайтамыз. 14. 6-тан 4 сетсақ 2, 6-тан 1 сетсақ 5. Болады, сонда 52. Ал 52 бізде Б жауабында орналасқан. Немесе 4 рет азайтыңыз деген сөз, 14-ті бірінші 4-ке көйтіп алыңыз дейді. 4 көйтесің. 16, 6 жазам 1 ойда. 4-ті 1-ге өтем 4, ойдағы 1 56. Яғни барлық саннан нарда берілген 108. Ең кіші 3 таңбалы 18-ге бөлетін саннан азайтамыз. 56-ны. 8-ден 6 сатсаңыз 2, 10-нан 5 сатсаңыз 5. Қайтадан 52 шықты. Ал 52 бізде Б жауабы. 13-ші есеп, алғаш жүздікте 18 еселік болатын, бірақ 12-ге бөлінбейтін қанша сан бар. Яғни біз бірінші 18-ге бөлінетін сандар жазып шығамыз. 18, кейін 18-ді қоса береміз. 36, одан кейін 54, 72, 90, 90-нан кейін сан 108, бірақ ол алғашқы жүздікке кірмейді. Түсінікті? Міне ол 100 саннан асып кетті. Сондықтан осы 5 санды қараймыз. Енді осының ішінен біз 12-ге бөлінбейтін сандар деп тұрғандықтан 12-ге бөлінетін сандар сызбаймыз. Мысалы 36. 36 12-ге бөлсек бізде 3 шығады. Сондықтан бұл 36 12-ге бөлінгендіктен бұл санды алмаймыз. Келесі сандар табу үшін просто 36 қоса береміз. 36 болса ол 72. 72 36 болса 108, ол 108 итаки бізде жоқ. Сонда бізде барлық қанша сан бар екен? 1, 2, 3. 3 бізде А жауабында орналасқан. Сәйкесінше дұрыс жауабы А болады. 14-ші есеп бізде 51 жапон, 36 кәріс, 27 орыс адамдар бар. Олар шатқалына демалуға бармақ. Барар кезде олар такси жалдайды. Бір таксидің ішінде 6 орын бар. Енді барлығы бірдей уақытта бару үшін біз қанша көлік жалдау керекпіз? Ол үшін істейміз. Бірінші біз барлық адам санын қосып алайық. Қанша адам бара жатыр? 51-ге 36 болса, 1-ге 6, 7, 5-ге 3, 8. Енді 87-ге 27 болса. 7-ге 7, 14, 4-ін жазам 1 ойда. 8-ге 2-ні қоссақ 10, ойда 14. Яғни бізде барлығы 114 адам бармақшы. Біз олардың ұлтына, жынысына, жасына бөлмейміз. Тек қана адам ретінде алеміз. Енді осы 114 адамды таксиге отырғызамыз. Ал бір таксидің ішінде бізде 6 адам отырады. Сол себепті біз 6-ға бөлеміз. 1-ден береміз. 6. 11-ден 6 жазсақ 5, 4 сет, 54. Яғни 9-дан береміз. 9-ды 6-ға бөлсек 54. Азайтамыз 0 қалдық. Яғни ешқандай қалдық болмайды. 114 адам 6 адамнан отырған кезде 19 таксиді жалдау керек екенбіз. Бізде 19 Д жауабында орналасқан. 15-ші есеп. 54 санының барлық натурал бөлгіштерінің қосындысын табыңыз. Яғни барлық бөлгіштердің қосындысын табу керек. Бізге натуралды сіздерді кішкене шатастыруға тырысуда. Натурал сан және 10 сан олар барлығы бір сандар. Енді 54 сан жазып қояйық. Ол қандай сандарға бөлінетінін табайық. Ол ең алдымен 1-ге бөледі.
2'ye bölünеді, 3'ке бөлінеді, бүйтіп 6-ға бөлінеді, 9-ға бөлінеді. 3-ке бөлсек 18 болады, 2-ге бөлсек 27 болады, 1-ге бөлсек 54 болады. Бізде 54 осы сандарға бөлінеді. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 6-ға, 9-ға, 18-ге, 27-ге, 54-ге. Ең кішісі 1, ең үлкені өзі 54. Енді осы сандардың қосындысын табамыз. 1-ге 2 қоссақ 3, 3-ге 3 қоссақ 6, 6-ға 6 қоссақ 12, 12-ге 9 қоссақ 21, 21-ге 18 қоссақ 1-ге 8 9, 2-ге 1 3. Яғни 39 шықты. Енді істейміз. 39-ға 27 қосамыз. Мына санды. 9-ға 7 қоссақ 6, 1 ойда. 3-ге 2 қоссақ 5, ойда 1 6. 66. Енді 66-ға мына 54 қосамыз. 6-ға 4 қоссақ 10, 0-ін жазамын 1 ойда. 6-ға 5 қоссақ 11, ойда 1 12. Болады 120. Ал 120 бізде D жауабында орналасқан. Сізде 120 шықты ма? Сіз мына жерде басқа сандарды қалдырып кеткен жоқсыз ба? Бізге пікірге қалдырыңыз.